Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін біздің екінші сабағымыз. Бүгін біз екінші сабақты сайттың прототипімен танысатын боламыз. Өйткені прототип ол өте маңызды. Үй салғанда болсын, кез келген істе болсын, фундамент өте маңызды ғой. Басында қалай фундамент салынады, үйдің сапасы сол фундаментке байланысты. Сол себепті біздің сайтымыздың негізгі фундаменті ол прототип. Мен сіздерге арнап жұмыс дәптерін жасап қойдым. Лендинг пейдждің прототипі қандай болу керек? Мен сіздерге дайын шаблондар жасадым. Сол дайын шаблондарды тек қана өзіңіздің бизнесіңіз, нишаңызға сай етіп жазсаңыз жеткілікті. Аса мұнда қиындық ешқандай қиыншылық жоқ. Ал енді давайте бүгінгі сабақта не өтеміз? Соны сіздерге қысқаша айтып кетейін, және қандай нәтижеге қол жеткізесіз. Соны айтайын сізге. Бірінші біз сайттың бірінші беті қалай жасалу керек? Соны сізге көрсетемін. Және басқа да сайттың блоктары қалай жасалу керек? Сатылымды арттыратын тексті қалай жазуымыз керек? Суретті қалай таңдауымыз керек? Экранның бірінші беттегі экранның суретін қалай таңдауымыз керек? Және де сатылымды арттыратын лайфхактар, заявканы қалай қабылдаймыз? Осы тақырыптарды бүгін қозғайтын боламыз. Және сабақтың соңында сіздің қолыңызда нақты сатылым әкелетін прототип, сайттың прототипі болады. Ал ендеше сабаққа кеттік. Енді өздеріңіз білесіздер, да? Лендинг деген мынау, бір беттік сайт. Лендингтің негізгі мақсаты ол сату. Ал сату үшін біз не істеуіміз керек? Бізге заявка, клиенттің данныйлар керек. Ол біздің клиенттің номері болуы мүмкін, ол клиенттің WhatsApp номері болуы мүмкін, email болуы мүмкін, заявка керек. Ал енді сабақты бастамас бұрын біз осы бөлімді білуіміз керек. Ол бірінші мақсат. Нақты лендингті қандай мақсатта қолданасыз? Мақсатыңызды анықтап алыңыз, және не сатасыз? Оны анықтап алыңыз. Одан кейін кез келген сайт, лендинг ол блоктардан тұрады. Ол бірінші блок, бірінші беттік блок, міне, ол бірінші беттік блок, және де соңғы блок. Міне, көріп отырғандарыңыздай соңғы блок. Және верста болады. Верста дегеніміз ол осы сайттың прототипін жасап болғаннан кейін ол сайтты уже құрастыру. Оны біз үшінші сабақта өтетін боламыз. Ал енді сіз дәл қазір осы сабақты тоқтатыңыз, видеоны тоқтатыңыз, және ең алдымен бірінші өзіңіздің мақсатыңызды анықтап алыңыз. Не үшін сайт жасайсыз? Екіншіден, қандай өнім сатасыз? Өніміңізді анықтап алыңыз. Осы видеоны тоқтата тұрыңыз. Ал енді сіз өзіңіздің мақсатыңызды анықтадыңыз деген ойдамын. Енді келесі бөлімге қарай өтейік. Келесі бөлім енді біз сайттың бірінші бетіне тоқталатын боламыз. Сайттың бірінші беті ол ең маңызды бөлім. Бұл жерде клиенттердің 80% осы сайттың бірінші бетінде болады, ал қалған 20% аралық беттерінде болады. Сол себепті сайттың суретіне, және сайттың офферіне, дескриптерлеріне, және call to action'леріне аса қатты көңіл бөлуіміз керек. Ал енді осыларды сіздерге жіліктеп түсіндіріп берейін. Сайттың дескрипторы дегеніміз ол сол сіздің компанияңыз немесе сіз туралы қысқаша анықтама. Мысалға 2007 жылдан бері жиһаз жасайтын компания деген сияқты қысқаша анықтама. Екінші сурет. Сурет ол өте маңызды. Адамдардың 80% визуалмен қабылдайды. 3 секундтың ішінде ол визуально сайт не сатып тұрғандығын көрсетуіміз керек. Сол себепті сайттың бірінші бетіндегі сурет ол өте маңызды болу керек. Сапалы болу керек. Үшінші ол оффер. Оффер ол өте маңызды бөлім. Бұл жерде сіз клиенттерге сатасыз. Бұл жерде сіз клиенттерге бас тарта алмайтын ұсыныс бересіз. Мысалға қараңыз, сіз компьютер іздеп жүрсе, сіздің алдыңызға бір сайт шықты. Сайтта сізге былай айтып тұр: 30 минутта компьютеріңізді жөндеп, жұмыс істеу жылдамдығын 38%-ға жеңілдетіп беремін дейтін болса, сіз компьютер іздеп жүрсе, оның үстіне сөйтіп сізге бір ұсыныс тастайтын болса, сіздің алу вероятностыңыз қанша процент болады? Әрине 90%-ке дейін жететін болады ғой, Сол себепті оффер сайттағы ол өте маңызды бөлім. Келесі бөлім ол call to action. Сізге оффер берді, Сізге сатып ал деді. Осындай 30 минуттың ішінде жасап берем деді. Бірақ жасап берем деп ешқандай бір бағыт беретін, іс-әрекетке шақыратын кнопка болмаса, онда сіз клиентіңізді
клиентіңізден айырылып қаласыз. Сол себепті чек-листті жүктеп алыңыз немесе номеріңізді қалдырыңыз деген әрекетке шақыратын кнопка, мысалда міне мына жерде әрекетке шақырып тұр, мына жерде оформить заказ деп әрекетке шақырып тұр ғой. Осындай әрекетке шақыратын кнопкалар, олар бізде call to action болып саналады. Ал енді тапсырма. Сіз өзіңіздің өніміңізді анықтадыңыз ғой. Ал енді сол өнімге байланысты. Өнімнің логотипі болса, логотипін, дескриптор, ол өте маңызды. Телефон мекен-жайы, офер сипаттамасы және CTR-ды жазып шығыңыз және суретін жазып қойыңыз. Осы тапсырманы орындамағанша келесі сабақты көрмеңіз. Видеоны тоқтатып қойыңыз. Так, сіз енді өзіңіздің сайтыңыздың алғашқы бірінші бетін жасадыңыз. Енді келесі бөлімдерге қарай өтейік. Сайт, ол басында сізге айттым ғой, бірінші беттен және соңғы бет, және аралық беттерден тұрады. Аралық беттерге сізбен таныстырайын. Аралық беттің негізгі мақсаты ол сіздің өніміңіз туралы толық ақпаратты беру және клиенттердің мынандай сұрағына жауап беру керек. Сіздің өніміңізді не үшін сатып алу керек? Егер сіздің аралық бетіңіз клиент туралы, товар туралы толық ақпаратты беріп, және клиент сізден не үшін сатып алу керек деген сұраққа жауап бере алатын болса, оның конверсиясы жоғары болады. Егер сайттың конверсиясы жоғары болатын болса, сізде ақшада тиесінше көп болады ғой. Сол себепті аралық блокты сапалы, дұрыс толтыру өте маңызды. Ал енді аралық блоктар ол бірнеше блоктардан тұрады. Ол жұмыс процесі. Мен кіммін блогы, бұл жерде компания туралы, өзіңіз туралы толық ақпарат берсеңіз болады. Және де пікірлер блогы, артықшылықтар блогынан тұрады. Мен сізге енді тапсырма. Мен сізге көрсеткен шаблондар бойынша мынау бөлімдерді толтырып өтіңіз. Жұмыс процесі, мен кіммін блогы, аралық блог, және пікірлер блогы, артықшылықтар блогы. Осы блоктарды толтырып өтіңіз. Осы блокты толтырмайынша келесі сабақты көрмеңіз. Дәл осы жерде сабақты тоқтатып қойыңыз. Мен сізге берген прототиптегі тапсырмаларды орындаңыз. Енді сіз өзіңіздің аралық блогыңызды жасадыңыз. Видеоны жай ғана көріп шықпай, мен сізге айтайын. Мен сізге айтқан тапсырмаларды орындаңыз. Прототипте, яғни жұмыс дәптерінде барлығы толығымен жазылған. Тек қана сізге қажет нәрсе сол сұрақтарға жауап беріп, өзіңіздің товарыңыздың артықшылықтарын, кемшіліктерін жазып, осы бөлімдерді толтыру. Ал енді біз келесі бөлімге қарай өтейік. Келесі бөлім ол форма захваты. Негізі сайттың мақсатын білесіз, да? Сайттың мақсаты ол заявка қабылдау. Заявка дегеніміз ол клиенттің номері, емейлі болуы мүмкін. Ал енді келесі бөлім соған арналған ол қақпан блогы. Қақпан блогының негізгі мақсаты ол клиенттің данныйларын алып қалу. Қақпан блогының әртүрлі жолдары бар. Мен сізге бір жолын көрсетейін. Ол тегін нәрсе беру. Яғни сіз клиентке бір тегін нәрсе бересіз, оның орнына клиент сізге телефон номерін, аты жөнін қалдыру керек. Бұл бірінші жолы. Екінші жолы ол клиентке өзіңіздің оферіңізді ұсынасыз. Мысалға, дәл қазір, дәл бүгін 20% жеңілдікті алғың келсе, өзіңнің аты жөніңді, телефон номеріңді жаз деген бір ұсыныс айтасыз, офер айтасыз. Бұның өзі қақпан блогына жатады. Ал енді сізге тапсырма. Дәл қазір сіз осы шаблонды көріп тұрсыз ғой. Осы шаблонға дәл сай видеоны тоқтатып, ең алдымен өзіңіздің қақпан блогыңызды жасаңыз. Сонымен сабақтың соңғы бөлімдеріне де жеттік. Осы сабақта біз сізбен сайттың блоктарымен таныстық, және сайттың прототипін жасадық. Енді келесі сабақта осы прототип бойынша, осы прототипке бір сөзбен айтқанда біз жан береміз, тіл бітіреміз. Осы прототипке байланысты сайт жасаймыз. Бірақ ол сайтты жасамас бұрын, сіз дәл қазір мына сұрақтарға жауап беруіңіз керек. Бұл сұрақтарға жауап беру өте маңызды. Егер сіз реально клиенттер алғыңыз келсе, реально ақша тапқыңыз келсе, бұл өте маңызды. Дәл қазір осы сұрақтарға жауап беріңіз, видеоны тоқтатып қойыңыз. Так, сіз осы сұрақтарға жауап берді деген үміттемін.
Мен сізге айтқан тапсырмалардың барлығын орындады деген үміттемін. Видеоны тек қана көріп қана қоймай, тапсырмаларды орындау өте маңызды. Ал енді мен сізді құттықтаймын. Сіз өзіңіздің сайтыңыздың алғашқы прототипін жасадыңыз. Ал енді келесі сабақта біз осы прототип бойынша сайт жасайтын. Осы прототипке тіл бітіреміз. Мен сізді келесі сабақта көремін деген үміттемін. Сізбен байланыста болған қоныс.